Қосылып атқандардың айлығына айлық қосылсын, байлығына байлық қосылсын. Немересіне немере қосылсын, пенсиясына пенсия қосылсын. Менің тілегім осы. Ал қосып қояр ағайындар, құда қой бұл енді ауылы. Ал суретке түсіп алыңыздар, жақындап тұрып. Мақалға қамыр илегенді құдағай билегенді жақсы көреді дейді.
Рахмет. Өте тамаша, өте тамаша. Сәнді бірге жарастырған ағаттағай. Аз болып демедіңіздер. Ал жайғасайық. Міне қадірлі ағайындар, төрдегі жастарға тағы назарыңызды салайық. Мен енді осы жастарға деген сіздердің қошаметтеріңді байқайын деп отырмын. Мен қазір жеңіс деп айқайлаған уақыттарда сол қанатта отырған қонақтар жеңіс үшін қол соғасыңдар. Мен оң қанатта перизат деп айқайлаған уақытта оң қанатта отырған қонақтар перизат үшін қол соғып қошеметтейсіздер. Сіздердің қошеметтеріңіздің деңгейі қалай болар екен? Соны байқағым келіп тұр. Әуелі сол қанаттан бастайын. 3, 2, 1, жеңіс! Сіздер соқпайсыздар, сіздер емес. Қайтып, сіздер емес, қана жақта отырмын. 1, 2, жеңіс! Бәрекелді, тамаша. Енді сіздер соқпайсыздар, енді оң қанат перизат дегеніміз бастады. 3, 2, 1, перизат! Естілмеді, перизат! Шапалағынан көрі айғай көрген. Ал енді жеңіспен перизат бақытты болсын деп бірге сұрайықшы ағаттағай. Енді жастардың алдында тұрған, бақалы жалғап тұрған, қызыл лентаны қиятын кішкене ғана періште қарындасың келіп тұр екен, аты кім сен? Әсел. Әселді қол соғыңдар. Так, қайшы қайда? Қайшы болмет? Әселдің қайшысы қайда? Қайтамады. Мен барам қылмай шалап аға менен жемсем бақытты ойнасам, ақ сандығым үстіне шашым аға менен жемсем бақытты ойнасым. Ой, бәрекелді, періштекті мынаны айтамын? Айтып жіберсін. Мен барам қылмай шалабам, аға менен жемсем бақытты ойнасам. Бәрекелді. Балаттар бәрекелді, ал бәрекелді. Рұқсат етіші. Аға жеңгердің жастар бақытты болыңыздар. Жеңіс еді орнымызда көтерілейік, бәрімізге қазір келесі қонақтарымыз бар. Жеңіс қобалжып кетті осы. Жеңіс бұл сенің ең қуанышты, ең бақытты күнің. Бірақ енді бүгінгі дейін сенің екі жұртың болған. Өз жұртың және нағашы жұртың болған. Ал бүгіннен бастап сен үшінші жұртты орындады Жеңіс. Сол жеңісті құттықташы ағаттағай неге? Қан жұртында отқан жеңіс бүгін. Керуен бастар жігіттің нар өзіне лайық, азамат болар жігіттің жар өзіне лайық,
екі жасты бақыттың бір Алладан сұрайық, жеңіс пен перзентқа тағы да бір қол соғайық деп қошеметтеп қояйық. Қазір сол орындарыңызға көтеріліңіздер, сіздерге тілек айтуға мынау Есентемір деген текті ауылдың мінекей ақ келінді алып келіп отырған төрімізге жайғасқан жаңа құдашыларымыз бар. Қызым-ау жыламан алыма той жасап беремін тағы да, қызым-ау жыламан алыма өзім сүйіп қосылдым жеңісіне жағына деп барған жерінде бақытты бол деген ұлы тілекті желеу болған жаңа құдашылар ол ерекше. Сыйласа татитығын сұрасы бар, сөйлесе көңілінің құдашылар, келесі ақ тілекті арнасыншы ауылымызға жаңа келген құдашыларға қол соғып құрметпен жаңа құдашылар шақырайық. Келіңіздер! Мықты болсын, той қыласын. Жол бастап келген жеңгеме әлде апама сөз бастасын, келген қонақтарымыз таныстырсын, ақ тілекті арқылы ағылсын. Кімнен бастаймыз? Енді біз мынау қызымыздың артынан осы жақын деген жеңгелер мен апаларымыз келіп жатырық тойларыңызға. Ең алдымен айтатынымыз, тойларыңыз құтты болсын, балдарыңыз бақытты болсын. Енді өзімнің қасыма еріп келген Перизаттың томаластарымен таныстырып өтейін. Ең алдымен өзім Перизаттың туған нағаш жеңгесімін. Қасымдағы өзімнің туған қайынсіңлім аты Марина. Мына жағында тұрған Перизаттың өзінің папасының ең кенже інісі бар, Бекзат деген сол баланың келіншегі, Перизаттың жеңгесі аты Айсұлу. Одан кейінгі тұрған бала Перизаттың жиен ағасы бар, Болат деген. Құдаларыңыздың апасы өзенде тұрады. Сол құдаларыңыздың апасының келіні аты Жадыра. Одан кейінгі тұрған құдашаларыңыз бұл Перизаттың апасының қарындасы бар, Гүлчат деген. Сол Гүлчаттың қызы аты Малика. Енді қалғандарын келгеннен кейін таныстыра жатармыз, тағы 3 құдашамыз бар еді. Енді Перизат пен Жеңіске айтатын, Жеңіс, Перизат, бақытты болыңдар, көтерген отауларыңыздың шаңырағы берік, терезесі кең, босағасы берік болып, тек отауларың мықты болсын. Аттаған қадамдарыңа гүл бітіп, қосақ құдай тек. Бүгінгі күн қалай тұрсыңдар, солай өмірлерің гүлді болсын. Құда-құдағай сіздерге де осы балдарыңыз бақытты болсын. Біз енді Перизатты өзімнің қолымнан кеше 2 жеңгесі, Жеңістің достары келіп алып кетті. Азғантай шайымды беріп шығарып салдым. Перизаттың папасы енді бұл балдарының қызығын көрмей кішкентай ертерек кетіп қалды, бірақ мамасы бар, тумаластары бар, міне көріп тұрғандар. Өзенде тұратын ата әжесі бар, папасының өзі 3 тумалас. Тағы да қыз тумаластары бар, оны өткенде құда-құдағайлар барғанда айта жатты. Енді алдағы уақытта таныса жатарсыз. Ал өзімен бірге туған мына жерде енді келіп жатыр Мадина деген Перизаттың туған апасы. Осыдан кейін Мадинадан кейін өзінің үйінде туған ағасы бар, аты Ғизат деген. Сосын мамасы үшеуі отырады. Енді біз кішкентай нағашылар болғаннан кейін Перизатты қытақындайынан көргендіктен бізге кішкентай жақындау, кенже баламыз кішкентай еркелеу. Енді мына жерде тағы келіп жатырмын, мына бала Перизаттың папасы бар дедім, сол үлкен апасы осы қалада отырады. Мына баланың енесінен кейінгі апасы Аяш деген құдашаларымыз бар. Сол үйдегі келін аты Жадыра. Енді не айтамын, ақбекон тек бақытты бол. Енді қалғандарын айта жатар. Қызымыз кішкентай еркелеу, бірақ енді еркелігін қойып, енді алдағы уақытта сіздерді осы құда-құдағайларды ренжітпей, осы Жеңістің тумаластарын ренжітпейді деген сенімдемін.
Себебі перизат өзімнің қолымда өсті қыртақандайынан, сондықтан білемін. Енді бақытты болыңдар, тату тәтті болыңдар, үлкендерді сыйлаңдар. Сіздерге де осындай той тілеймін, тойларыңыз тойласып, тек томағастығымыз осылай жалғасып, ортаға салған алтын көпіріміз мықты болып, әр уақытта құда-құдағай болып жүре берейік. Тойшы қауым, тойларыңыз құтты болсын, табын ауылы, келіндеріңіз құтты болсын. Айтам, Пикон жеңіс күйеу бала, құрып атқан отауларыңыздың шаңырағы биік, керегесі кең, терезесі тең болсын, іші үбірлі-шүбірлі бала болсын. Пикон табын ауылына 100% жақсы келін болады деген сенімдімін. Табын ауыл келіндеріңіз құтты болсын. Ал екені Еркежан, жеңіс, тойларың құтты болсын. Өмірдегі бәрі жақсылықты тілеймін сіздерге. Еркежан, жеңіс, отауларыңыз құтты болсын. Бақытты бол. Тек күліп жүр. Табын ауылы, тойлар құтты болсын. Жеңіс, перизат, заңды некелеріңізге әрқашанда татулы, бір-біріңізге сыйлы, жарқырап жүре беріңіз, бақытты болыңыз. Апа, жігіттер, тойларыңыз құтты болсын. Ал енді мына жеңешелері кішкентай толқып, ағалары есіне түсіп, көңілдері босап тұр. Бірақ ар жағындағы ойлары, көңілдері бірдей, перизаттар тек бақыт тілейді. Енді біздің ауылымыздың алып келген азғантай сыйлығымыз бар балдарымызға. Пиконға алтын алқамыз бар да, күйеу баламызға күмістен алтын сақинамыз бар. Сізге Пиконға қайын сыйына алқамыз бар. Комплекті бар, комплекті. Өзінің ауылынан, біздің нағашылардың атынан. Рахмет, құдашылар, тілектеріңіз қабыл болсын. Сіздің ауылда Пикон деген мекеніңіз келді десеңіздер, біздің ауылда перизат деген үлкен өнегелі келін болады деп сенеміз. Енді мына сыйға сый, сыраға бол дейді қазақта. Ауылдың алғашқы қонақ болғаннан кейін осы той іздеп жатқан жанұяңда сіздерге арнаған сый сияпаты бар. Соны табыс етейік, содан кейін барып сізді төрге шығып жастарды құттықтайсыздар. Ал алып беріңіздер, апа. Біреуіміз беріп тұрыңыздар, біреуіміз салып тұрыңыздар, біреуіміз сөйтіп тұрыңыздар. Табыс ететін ғой. Сый сияпаты. Бұл қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Құдашыларға үлкен сый сияпат. Құдашылар үшін 6 кіло алтын, 7 кіло бриллиант алыпты. Нағашы апасы енді аттарын жазылған екен, сол аты бойынша сый сияпатпен. Қазақ айтады екен, қыз ұзатсаң келін ал деп. Енді ауылдарынан қыз жинап жатсаңыздар, келесі той келін алған той болсын деген тағы да тәтті тілегіміз бар сіздерге. Ал сый сияпатты болғай, енді жастарды қыз күйеуімізді құттықтауға рұқсатын білеміз. Төрге барып, алып берген алтынмен аттап, көміспен қаптаңыздар. Содан кейін сіздер үшін біз 10 ән дайындадық, құдашылардан. Мына жерде Пиконның бөлесін таныстырмай кеттім ғой, міне. Бөлесі туған, аты Гүлстан деген. Пиконның бөлесі. Сіздер үшін 10 ән дайындадық. Соның екеуін билейсіздер, сіз қалағаннан тыңдайсыздар. Ал сіз тойға шығуға, жастарды құттықтауға рұқсат.